Кәне, тезірек болыңдар. Үнжі гүлім, босандаш тез. Қыздар, таныштық па? Суық сарайда не істеп жүрсіңдер? Әкешім, біз ит тауып алдық, соны біз сарайда асырасақ бола ма? Болғанда ит. Әке, зоқты емес, ол өте сүйкімді. Жарайды. Бірақ абайландар, тістеп алып жүрмесін. Олай болса мен итке тамақ алып келейін. Қане онда біз үйге кірейік. Қыздар әлі бөлмелерінен шықпай жатыр ғой, ә? Қыздар, кесеңдерші тез. Айтпақшы, қыздары көшеден ит тауып алыпты. Сарайға асырайықшы деп мені рұқсат сұрады. Енді сен рұқсат бердің ба? Енді қыздарым қалай жоқ деймін. Келіндер. Иә, ит тауып алыпсыңдар, әкелерінен естідім. Анашым, ол сарайда. Байқаңдар, егесі болып ертең басымызға бәле болып жүрмесін келіп. Ол жалғыз есі жоқ. Қайдан білесің? Айтты ма саған ит солай деп? Ол көшеде жалғыз жаурап тұр, шынымен де ешкімі жоқ. Қане болды, көп сөйлемей тамақтарың ішіңдер. Сабақтарың қалай? Мен бүгін барлық пәннен 5 алдым. Жарайсың қызым. Шапағат, не ойлап отырсың? Неге көңіл күйің жоқ? Анашым, итке тамақ апарып берейінші. Береміз қазір, қалған құтқан тамақ береміз, қатқан нан береміз. Мен қарым ашып тұрған жоқ. Қыздармен буфетке барғанбыз ғой. Шапағат екеуміз итке тамақ апарып берейік. Осы біздің үйде итке тамақ беретін ит аяқ жоқ ғой. Бір жаман ыдыс шығарып берсе, жаңасын былғап жүрмесін. Бір-екі ескі тостақ бар еді, соны шығарып берем да. Қыздар, сосын ескертіп қояйын. Мен азаннан кешке дейін жұмыста болам. Иттеріңе мен қарай алмайым, өздерің қараңдар, жарай ма? Анашымыз алаңдамаңыз, біз өзіміз реттейміз. Қыздар, сонда да байқаңдар. Иттің аты ит. Жоқ, ол өте жуас, тістемейді. Уағалейкум ассалам. Иә. Болды. Тамақтарын жуып қамай тезірек апарып берсеңдерші. Қазір тоқтаңдар, мен ыдыс тауып берейін, иә? Сосын ше, ана иттеріңді таза ауаға шығарып тұрыңдар, жарай ма? Алдымен біздің үйге біраз үйренсін, әйтпесе кетіп қалады. Содан соң сыртқа шығарамыз. Сендер сыртқа шығарамыз деп жүргенде, сарайдың ішін бүлдіріп жүрмесін, байқаңдар. Анашымыз алаңдамаңыз, біз өзіміз реттейміз. Жарайды. Біз Айсезім екеуміз дүкенге барып, токпечка алып келеміз. Ал сен Айнара мен Гүлімнің сабағын жаттатып қой. Жарайды. Андағы ақша токпечкаға жете ма? Алдымен ешкім жоқ жерге барып, ашып санап көрейік. Мүмкін жет қалар. Қайткенде де бүгіннен қалмай алуымыз керек. Әйтпесе түнде жаурап қалады. Уақытты текке өткізбенде Дазым мама жұмыстан келіп қалады. Жарайды, онда сендер үйге тезірек бара беріңдер. Мен мына бетті қарап көрш. Мен сабағымды оқып болдым. Тоқпечка әкелді ме? Тыныш, анашым естіп қояды. Қазір алып келет пешті. Гүлім, Айнара, анашым жоқта үйге кіргізгенімізді айтып қойып жүрмеңдер. Нені айтасың? Итті айтқам, итті. Иә, үйге кіргізіп жатқанымызды айтпаймыз, иә. Иә, тыныш. Ай мен Айсезім қайда? Бір жаққа жұмсағасын ба? Көрінбейді ғой. Олар итті серуендетуге алып шығып кетіпті, қазір кеп қалады шығар. Сол итті көрдің бе өзі? Соны барып көруге қолым босамай жатыр ғой, жұмыстан жаңа келдім. Осы біздің қыздар итті сонша жақсы көретінін білмеген екенбіз. Соны айтам. Ұлтымадым деп өкініп жүрсем, қыздарымның мейірімділігіне қарап, іштей қуанып жүрмін. Осы үйге неге бір күшік асырап алуға ойымызда болмаған? Онсыз да күніге анау тамақ қалдықтарын тастаймыз ғой. Обал. Балалар да бір мезгіл ойнап, телефондарын тастап, көңілдері бөлінетін еді.
болды, тоқпечке әкелдіңдер ме? Иә. Атаға тағы бір плед керек, айтпесе жөтеліп ауырып жатыр. Мүмкін оған дәрі беру керек сығал. Қыздар, келсеңдерші енді. Я, анашым, қазір барамыз. Мен оған өз жамылғымды берем. Жүріңдер, алдымен тамақ ішіп алайық. Анашым күтіп қалды. Ей, сендерге не болған? Тыныштық па? Көңіл күйлерің жоқ қой. Айтпақшы, иттерің қалай? Уақытылы тамақтарын беріп жатсыңдар ма? Иә, ол сарайда. Анасым оған көрпе керек, ол түнде заулайды. Ойбай, ой, баламысың деген. Ит деген көрпе жамылушы ма еді, қызым? Иә, аналарын дұрыс айтады. Иттің өз терісі болады. Олар адам сияқты жаурамайды. Олардың астарына көрпеше төсесіңдер болды, жата береді. Жоқ, олай болмайды. Мен оған өз жамылғымды беремін. Кәне бол, тыныш. Алдымен тамақ ішіп алайық, сосын көреміз. Анашым, үйде жөтелге қарсы дәрі бар ма? Оны қайтесің, тыныштық па? Итке апалып береміз, ол жөтеліп жатыр. Гүлім, отыр жайың, айттық қой алдымен тамақ ішіп алайық, сосын апарамыз деп. Әкесі барып қараш, тыныштық па? Бала ғой бұлар, қанша дегенмен ветеринарға көрсету керек шығар мүмкін. Қандай ит ол, ауру ит па, көшеден қаңғып келген? Жоқ, әке, ол ауру емес. Ол жай ғана жөтеліп жатыр. Сендер онда отыра беріңдер, мен барып көріп қайтайын. Мынаусы несі? Кімсің сені? Ей! Әкешім бізге ренжитін болды. Басындағы шындықты айта салымыз керек еді. Шындықты айтсақ, әкешім оны үйге кіргізбейтін еді ғой. Енді не істейміз? Әкешім бізге ұрсады қазір. Біз ешқандай жаман нәрсе жасаған жоқпыз. Әкем бізді түсінеді. Иә, дұрыс айтасың. Әкем сондай мейірімді. Ол бізді жақсы көргенде атаны да жақсы көреді. Иә, біздің әке үйге кіргізіп, тамақ беріп, сомылдылып, киімін ауыстырады. Жанымыз ол, айтқаның келсін. Солай болса жақсы болар еді. Шынында біз босқа қорқып отырық. Әкешім атаға қамқорлық көрсетеді. Сосын бізге рахмет айтады. Олай болса не қылып тұрмыз? Жүріңдер, әкешіме барайық. Сен мұнда қайдан келдің, Менің қыздарым басын қатырып. Не істеп жүрсің менің үйімде, Әкешім, ұрмаңызшы, оған тиіспеңізші. Әкешім ол алып тұр ғой. Жоғал, Әкешім оның ешқандай кінәсі жоқ қой, ұрмаңызшы. Сендер қайдан білесіңдер, Ит асырадық деп, мені алдап. Бар, кіріңдер. Кіруге! Ал сен жоғал. Енді көзіме көрінетін болсын, аямайын. Ұқтың ба? Жоғал бар. Жоғал дейме саған! Әй, бұларың не сендердің? Ит деп сабауда еркекті жасырғандарың не, Анашым, біз дұрыс түсініңізші. Біз ол кісіге жанымыз ашыды. Сол себепті өтірік айтуға тура келді. Я, біз амалсыз өтірік айттық. Не білесіңдер сендер, Тіп-титтай баласыңдар сендер әлі. Қайдан білесің сен оның, қандай оймен жүргенін, Қазір бөтен адамға сенуге болмайды. Ол жай ғана қарапайым ата ғой, ешқандай да қылмыскер емес. Доғар артық сөзді. Әкелерің әлі ашулы, ертең сөйлеседі сендермен. Тыныш отыр. Ата қазір қай жерге кетті екен? Ол көшеде заулап жүрген сығал. Ол маған менің де саған қысаған немерем бар деген. Бұл жерге бекіре келді ма? Қадыр әкешіңге сендерге сөйлеп жүрмей ме? Олар кешке келеді, оған дейін осында жылынып алыңыз. Ата, сіздің үйіңіз жоқ па? Болған.
сәулім сарайым болған. Қазір неге жалғыз жүрсіз? Ол ұзақ әңгіме. Сендер мейірімді қыздар екенсіңдер. Көп жасаңдар қарақтар. Қарныңыз ашқан жоқ па? Айналайын, бағана берген тамақтарым тоқтығы әлі кеткен жоқ. Ата, сіздің бір жеріңіз ауырып тұр ма? Әлде шаршап тұрсыз ба? Білмеймін, соңғы кездері әлсіреп жатқым келе береді. Сол кәрілік қой баяғы. Ата, сіздің балаларыңыз бар ма? Иә, саған немерем бар, бірақ олардың қазір қайда екенін білмеймін. Айнара, атаға көп сұрақ қойып мазалай берме. Менің бойым жылынды, ана бөлмеге барып жатып демалайын. Тағы кішкене отыра тұрсаңызшы. Ол жер суық қой. Сарайға тоқпечка алу керек болды ғой. Оған ақшаны қайдан табамыз? Менде бір ой бар. Сендер өте мейірімді қыздар екенсіңдер. Бәрі сендер сияқты ақ пейілді қыздар болса ғой, мен сияқты әкелер көшеде қаңғып жүрмес еді. Сіз неге далада жүресіз? Шырақтарым, жүре берсін, көре берсін, көне бересің деген осы ғой. Сіздің тамағыңыз ауырып тұр ма? Кәрілік қой. Кәрілікке дауа жоқ деген. Мен барып демалайын. Сендер маған алаңдамаңдар. Ата қайда кетті екен? Көп нәрсені ұмыт қалам деген, баратын жерін таппай жүрген шығар. Әкешім жұлқылап бір жерін ауыртып қойды-ау. Өзі онсыз да жөтеліп ауырып жүреді. Ертең демалыс, сабаққа бармаймыз. Таңертең ерте оянып, үйдегілер оянғанша барлық көшелерді іздеп көреміз. Атаны іздегеніміз әке білсе, бізге тағылсады ғой. Қайда кетті екен? Еш жерде жоқ. Біз босқа әуре болып іздеп жүрміз. Ата енді бұл жаққа қайтып келмейді. Кеше әкем оған қатты ұрысты ғой. Иә, о басқа жаққа кетіп қалған шығар. Әне қараңдар, атан дәл өзі. Кәне тезірек барайықшы. Ата, тоқтаңызшы! Ата, тоқтаңызшы! Кешіріңіз, шатасып қалдық. Сендерге не болды? Маған ренжіп қалдыңдар ма? Яке, біз сізге қатты ренжідік. Енді сендер әлі кішкентайсыңдар, көп нәрсені түсінбейсіңдер. Өздерің ғой алдаған, ит асырадық деп. Содан кейін мен сендерге рұқсат бердім. Сонда ит болса рұқсат бересіз де, адам болса рұқсат бермес пе? Адамның құны ит құрлы болмаған ма, ке? Иттеріңе тамақ беріп, жақсылап қараңдар дедіңіз ғой. Неге ата екенін білгенде, оны ұрып қуып шықтыңыз? Ол ит емес адам ғой кәдімгі. Атаға біз тамақ бергенде, сендер өте мейірімді қыздар екенсіңдер деді. Сендерді ата-аналарың жақсы тәрбиелеген деді. Үлкендерің өссін, сендерге алалаз болсын деді ата. Барлық адамдар сендер сияқты пәк жүректі болса ғой. Сонда мен сияқты әкелер далада қаңғырып жүрмес еді деді. Жандарым ау сол. Енді әкелерің де бір қылмыскер екен деп ойлап қалды. Әкелеріңді түсінсеңдерші. Неге бірден жаман ойлайсыздар? Алдымен сөйлесіп көру керек еді ғой. Ата сөйлей алады, мылқау емес. Ол сіз ұрған соң қорқып үндемеді. Мен кешіріңдерші. Мен сендерді қорғаймын деп, оған қол жұмсап қойдым. Біз таңертеңнен айналадағы барлық көшені кезіп, атаны іздедік. Бірақ таппадық. Тіпті аты жөнін де сұрамаған екенбіз. Менен қателік кетті. Өзімді қатты өкініп тұрмын. Ашуға бұлғып, сендерді тыңдамадым. Кешіріңдерші мен.
Ата, келіңіз, мына жерге отырыңыз. Інжу, бар тез үйден атаға көрпе мен жастық алып шықшы. Қызым маған жылдырақ етіп болып кетші. Жарайды ата, қазір алып келемін. Інжу, мен саған көмектесемін. Сізді алып кірейік десек, әкешім қазір жұмыстан келеді. Айналайындар, маған әуре болмады, маған осы жерде болады. Ата, сіздің қолыңыз несін дірілдеп тұр? Жаурағаннан бұлар қазір басылады. Ата, тамақ ішесіз бе? Рахмет қызым. Әкешім келген сияқты, көлігінің дауысы шықты. Қане, тезірек шығайық сыртқа. Я Аллам, бастарыңнан бақ таймасын. Дендерің сау болып, ұзақ өмір сүріңдер. Жаладан бәледен аулақ болыңдар. Жүздерінен күлкі кетпесін. Бала жәледен аулақ болыңдар. Арман тілектерің орындалсын, аумин. Құрметті көрермен, қазақша контенттің дамуына және де тәрбиелік мәні бар фильмдердің шығуына сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Біздің дәл осы Нұрман киностудиясының YouTube каналына тіркеліңіз және де қоңыраушаны басыңыз.